Дисгармония. Жақсылар жаман болып шықты бүгін. Тұнжырап тұрып алды бұлтты күнім. Әулие дегендерім арамыз екен. Салды ма біздің елге жұт құрығын. Айналды жын ойнаққа құт тұғырым. Менің де жалған екен мықтылығым. Қарақшы болып шықты көсемдерім. Бәрінен де киелімнің жұтты жылым. Айналды ақтың бәрі шойқараға. Бұл жайлы ешкім бірақ ойлана ма? Сүттен ақ боп кетті қап-қаралар. Қойшылар жиналыста, қой далада. Білмен бұл аш ғасыр ма, тоқ ғасыр ма? Дүкен бос жұрт жегенін мақсатуда. Әйел халықаралық кеңес құрып, күйеуі пысылдайды отбасында. Екі адам басын қосса уыш ері, музейде әкеміздің күміс ері. Келінмен ұл қатарлы қонақ келсе, ата-ана бір бұрышта бүріседі. Ұл өссе өмір кешпес ана жайлы, жеткесін қол аузына бала қайғы. Телміріп жаутаңдаса алушылар, сатушы қасқыр абалайды. Келін би қалмай ата-анада айбын. Бірдей ғып нұр шашуға сараң ай күн. Сұңқарлары шалшық суды шалпылдатып, шортаңдар басында отыр қарағайдың. Жалбарыну. Билік деген арыстан, мысық пенде, пысқырмайды шәуілдеп күшіктерге. Билік дерті қатерлі жұқпалы әрі, қауіптірек жазылмас ісіктен де. Шалдыққаның көзіне түгілінбей, күн кешеді биліксіз түрі кірмей, бәрін құрбан еткізіп есіңді алып бұлтартпайды құдайдың іліміндей. Биліктің қолы ұзын татқанымай, өмірі өтер онсыз бақтарымай, билік кетсе жұрттағы күшікпен тең. Мені құдай дертіңнен сақта құдай. Деп Фариза Оңғарсынова апамыз кезінде жазған өлеңдері, тақырыптары әлі де керек екен.